Мен айтам, біздің мағыналы қазақтың есімдерін қоймай, өзгеге еліктеуді қоюымыз керек. Жастар әсіресе. Біз жаңағындай, біздің сол Ивандар, біздің сол жаңағындай көршілеріміздің Сергейлері неге қазақ қылмайды? Неге қазақ есімді қоймайды? Тіпті мен кейде айтам, осы біздің елімізге кезінде қаншама жаңағындай бір шаңырақтың астына өмір сүреміз деп келген ұлттар бар. Солардың біреуінің есімі қазақша ма? Жоқ. Ешқайсының есімі қазақша емес. Біз неге жұртқа еліктейміз? Оның алдында жаңағындай мелістер болдық, совет үкіметінің кезінде советбектер, тракторбектер, сондай есімдер қойды ғой. Съездер неше түрлі. Индира Гандидің есімі, Милена, сонда енді солар қоймағана не деген біз қазақ, негізі жалпы біз осы кейде жүрегім ауырады. Неге біз сонша еліктейміз? Себебі біз өзіміздің тарихымызды, түбімізді терең білмейміз. Сондықтан да айналайын қазағым, қазақ болам десек, ертең ана бәленбай жылдан кейін өзіңнің ұлтың кім екенін білу үшін өзіңнің балаларыңның есімін қазақша қой.